Барлық бір кешінде алып Қаш. Өткен тақырыптарды өтіп көптеген. Сол үшін боулинг әдісі арқылы мен осы боулингке сұрақтар жазып қойдым. Соған жауап береміз. Жарай ма? Әр топтан бір оқушыдан. Шыныш? Екі оқушыдан. Жәнерке, Айым, Мөлдір, Нұрай, Нұрбек, Емшігі, Райша. Кем Руслан. Енді бала бір оқушыдан осы допты ұру арқылы кегли деген несін аластарда артына сұрақ жазып алған. Браво. Жай. Ал сенікі жазып ұста. Бірінші сұрақты оқымайсың, күте тұрба қалғандарын, не? Сен. Тиді. Қызылға тигісі. Салы мұзыман алады. Келесі, жәнерке. Жай лағанды. Жасыл. Қызыл. Келесі сұрақты екі қалған оқушылар. Екі бала тақтарымен тұраңыз, Дыбыс неше түрге бөлінеді? Екі түрге бөлінеді. Қандай? Дауысты және дауыссыз. Жарайсың. Келесі Мөлдір. Жуан дауысты дыбыстарды ата. А, О, О. Дұрыс па бала? Иә. Жарайсың. Келесі Айша. Дауысты дыбыстар неше түрге бөлінеді? Екі түрге бөлінеді, жуан және жегішке. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың Айша. Келесі Ержігіт. Сұрағын оқы. Қазақ тілінде неше әріп бар? 42 әріп бар. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың Ержігіт. Келесі сұрағынды оқы. Нұрбек астыңғы. Бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Адам. Иә. Бас әріппен басталатын сөздер. Қандай сөздерді бас әріппен жазамыз? Қаланың адамның есімі, қаланың есімі, адамның аты жөні, таулардың, өзендердің Аттар тағды. Кеше ғана өзеннің жан жануарлардың, иә, аттар не? ит мысықтардың. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың. Келесі Жәнерке. Заттан атын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады? Мысалы, Бірінші ережені айт. заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ер, кім, бұл, кім, адам. Тағы да
Қандай сұрақтар қойылады? Кім? Жаңғақ. Жаңғақ, сұрақ қой жаңғаққа. Бұл не жаңғақ? Иә. Балалар дегенге сұрақ қойшы, балалар деген сөзге. Бұл кімде? Балалар. Енді мектептер сұрақ қой. Бұл нелер? Мектептер. Дұрыста балалар? Иә. Жарайсың деген. Нұрай оқы. Нұрай оқы. Жіңішке дыбыстарды атап. Бала дұрыс па? Иә. Тақта ө бар, иә? Отырамыз балалар, жарайсыздар. Сабақты бастамай тұрып алып, мен сіздерге бір аудио жазбаны тыңдаймын, жарай ма? Сөйлемдерге назар етіп, дыбыстың көрейік. Тыңдаймыз. Нені дыбысы? Нені дауысы? Желдің дауысы. Жарайсыздар. Енді балалар осы суретке қарап, мына жерде сендерге қима қағаздан сөздер жазылған, қоямыз. Әр топтан бір-бір оқушыдан шығады. Алинур, шықтың. Айсұлтан, Илья, сен шық керек. Келесі топ. Қанат, Алихан, келіп. Мына жерде қима қағаздарды ал, дұрыс қағазын. Сөйтіп сәйкестендіріп, жұмысқа магнит ал, тақтайдан. Сен аламын. Магнит тақтайды. Сен осыны ал. Және де Мадияр келе ғой. Мадияр. Кім? Алинур. Берген. Оқы. Қандай сөз шықты? Майзабай. Дұрыс па балалар? Дұрыс қойды ма? Дұрыс қойды. Жарайсың. Келесі, Рухия. Қане келесі? Дұрыс қойды ма балалар? Дұрыс қойды. Келесі, Алихан. Ұршақ, дұрыс қойды ма балалар? Келесі. Қанат. Қай сөзі? Қай енді? Оқы. Жер. Дұрыс қойды ма жерге? Дұрыс қойды. Сенікі? Қай сөзі қойды? Жаңбыр. Осыған байланысты видео бөліп көрейік, иә? Аймақтағы барлық өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Жаңбыр. Аспанда бұлт тамшылары қосылып ұлғаяды. Кейін ауа көтере алмай тамшылап жерге түседі. Жерге түскен жаңбыр тамшысы кейде үлкен, кейде кішкене болады. Жаңбыр көбіне күз мезгілдерінде жауады. Найзағай. Жаздың бірде ыстық күндерінде ауа өте көп мөлшерде жинаған тамшылар жауады. Сондықтан өте қатты дауыс шығып күркірейді. Жаңбырдан соң кейде кемпір босап пайда болады. Кемпір босап өте әдемі табиғат құбылыстарының бірі. Ол әртүрлі жеміс түстен алған қызыл, сары, жасыл, қой. Екінші жерге тез қозғала бастаса, оны жел деп атаймыз. Жел ағаш, шөптерді қозғайды, бетімізге қарай өрлейді. Жаңбыр не істейді? Жауады. Қар не істейді? Жауады. Таңда күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды, иә? Яғни табиғаттың бір іс қимылын білдіреді. Дұрыс па бала? Сол үшін бала ережеге бірінші оқуымыздың ережесі заттың қимылын білдіретін сөздерге назар бастаймыз. Ұшты. Қандай сұрақ қоямыз? Не
істеді, ұшты, не істеді, жүгірді сияқты. Енді балалар ережеге назар аударамыз. Кімнің бір іс-қимылын білдіретін сөздерді, заттың немесе іс-қимылын білдіретін сөздерді қандай сұрақтар қоямыз? Не қылды, не істеді, қайтты. Балалар, оқуымызды ашамыз, оқуымыздағы 100-ші бетті ашыңдар. Оқуымыздағы бірінші жаттығудағы бірінші мәтінді түсініп оқы. Балалар, мен бірінші оқимын, Ұлжан, 100-ші бетті аш. Бірінші мен оқимын, кейін әр топтан екі оқушыдан оқиды. Жарай ма балалар? Барлығын оқуымызға қараймыз. Бақытжан, 100-ші бетті аш, қарас. Табиғат құбылыстары. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады, жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды, қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғат осы мәтін дүниетану анықтамалығынан алынған. Балалар, комменттерде сұраққа жауап берейік. Табиғатта қандай өзгерістер болады? Жаңбыр жауады, қар ериді, найзағай Жарайсыз. Кім өлді? Айтады. қар ериді, су тасиды, өзеннен өзенге мұз қатады. Қар жауады, күн күркірейді, бұршақ жауады, найзағай жарқылдайды, жел соғады, жаңбыр жауады. Жарайсың өлді. Жарайсың. Енді табиғат құбылысына неге жатады? Табиғат құбылысына неге жатады? Қар жауады. Қар жауғаны, кейін табиғат құбылысына. Ұжан, табиғат құбылысына тағы неге жатады? Қардың ерігені тағы күн күркірейді. Я бала, я? Енді бала, осы мәтінді әр топтан бір оқушыдан оқимыз. Қане, оқия баста. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Кім, Нұрислам? Күн мен түн алмасады. Нұрай? Жел, қар, бұршақ жауады. Ұлжан? Жел соғып, күн күркірейді. Келесі алды, Айша? Айша? Найзағай жарқылдайды. Бехрус? Қар еріп, күн тасады. Тасиды, я? Кім, Алинур? Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Өлді? Айхан? Айым? Жаңбыр? Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Келесі. Кім? Аяма оқы. Ай, жарқылдайды. Атарай. Қар? Қар ериді. Су тасиды. Қанат? Өзендер мен көлдер мұз қатады. Тағы? Тағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Табиғат құбылыстары деп аталады. Балалар, табиғат құбылысына неге жатады? Найзағай. Жарқылдайды. Жауады.
әдемі ашыңдар, ол қолыңызды жазып, сол қолыңызды дәптердің шетін ұстап, ара қашықтығы қанша сантиметр болу керек? 30 сантиметр болу керек. Иықтарын қалай ұстау керек? Тік ұстаңыз. Кәне бала, тез әдемі қылып жазамыз. Екінші жаттығудағы балалар, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Осы сөздерді бір оқушыдан шығып, мына тақтайға жазамыз. Кел, Руфия. Жаз. Екінші жаттығу мына жерден бастап жаз. Кейін сәл кішірейтіп жаз, иә? Айтысы сіңе қала. Тақтайға да әдемі жазамыз. Балдар сіздер көздер қандай әдемі таза. Болсаңдар дәптердің үстіне болсын. Екінші жаттығу. Тыныш. Жаттығу. Қандай жолы жазамыз? Қандай жолы жазамыз? Азат жолы жазамыз. Жаз, ручканы ал. Екі сұрақтан. Табырыңыз. Білместі. Келесі. Болдыңдар ма? Күлді. Тұра. Келесі. Тұр қазір тақырам. Кейін тоқыды. Сұрақ қоямыз. Келесі, Нұрлыбек. Айта, жоқ Тұнды. сен басты ма, Нұрлыбек? Жаңыз жауды. Келесі. Кеме Шізді. Сенде бағынан отырдар. Не істеді? Бояды. Не істеді? Оқыды. Елдеді. Суғарды. Не істеді? Не істеді? Ілді. Не істеді? Биледі. Келесі сен. Сиыр жаңғарды жейді. Піл шығаннан қорқады. Түлкі астаннан қорқады. Сендер. Не істеді? Жарысты.
не істеді? Ұйықтады. Не істеді? Жүгірді. Не істеді? Күресті. Не істеді? Оқыды. Не істеді? Ирді. Не істеді? Қайтты деген жоқ па? Дұрыс бәрі істемеу, иә, адам. Қанды. Не істеді? Ішті. Жарайсыздар, балалар дұрыс па? Я. Шапалақтаңыз. Затың. Сіз отырамыз. Отыр. Папақтарды апарыңдар.